Достар, Эйр Астана мен Қазақстанды тануды жалғастырамыз. Бүгін сіздерге еліміздің таң ғажайып қалаларының бірі Ақтау туралы және мұнда сапармен келуге тұрарлық себептермен бөлісемін. Сонымен ең алғашқы себеп бұл Каспийді көру, жағасында серуендеу. Каспий көлі әлемдегі ең үлкен көл, сондықтан да ол теңіз деп аталып кеткен. Ақтауға келудегі екінші себеп жартастық соқпақ бойымен жүріп үңгірді тамашалау. Жартастық соқпақтың ұзындығы 1,5 шақырым, ал жол бойы көз тартарлық әдемі жерлер көп. Міне үңгірге де жеттік. Айтпақшы, бұл жерде су перісінің мүсіні бар. Әдемі, иә? Астана алаңындағы кеме ескерткішімен түсу Ақтауға келуге тағы да бір себеп. Ескерткіштің биіктігі 11,8 метр. Сіз Ақтауда балықтан дайындалған астың танымал екен білесіз бе? Бешбармақ дегенді естіген боларсыздар. Әлбетте мұндай мүмкіндікті жіберіп алмай, ерекше тағамнан дәм татамыз. Дәмді. Бұл үшін Ақтауға келуге болады. Және де Ақтауға келудің ең соңғы әрі ең басты себебі Маңғаз Маңғыстаудың ерекше табиғатын өз көзімен көру. Бүгін Бозжыра мен Қаракелге аттанамыз. Саяхатым ұнады ма? Дәл осылай саяхаттан келсек, airastana.com сайтынан билеттер сатып ал да Ақтауға аттан.